Таңғы асқа не пісірем десеңіз, міне шешім. Қарапайым жұмыртқа мен қызанақтан нағыз дәм төңкерісі. Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте тойымды және дәмді таңғы ас дайындаймыз. Қолдау мақсатында каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажет заттар ең алдымен бір пияз және де болгар бұрышы, қызанақ, сосиска туралған. Бұны қосу маңызды емес, дегенмен қоссаңыз одан да дәмдірек болады, және де көк шөп қосамыз. Укроп, кинза, петрушка қалауыңызша. Сосын 3 жұмыртқа қолданамыз. Дәміне қарай қара бұрыш пен паприка қосамыз. Қуыру үшін сұйық май және де тұз қосамыз. Табамызды оттың үстіне қойып майымызды құямыз. Май қызып бастағанда қуыруды бастаймыз. Алдымен пиязымызды қуырамыз. Сосын болгар бұрышын қосамыз. 1-2 минут жақсылап араластырып қуырамыз. Туралған қызанақ қосамыз. Егер таңғы асыңыз шырынды нан батырып жейтіндей болған қаласаңыз, қызанақты көбірек қосыңыз. Сосын туралған сосискаларымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Және де туралған көк шөптің жартысын қосамыз. Енді дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Шым-шым тұз, қара бұрыш және де паприка. Тағы бір араластырып аламыз. Жұмыртқа салуға орындарын ашып дайындаймыз. 3 жұмыртқаны бірінен соң бірін жарып саламыз. Жұмыртқаның бетіне шым-шым тұз бен паприка қосамыз. Қалған көк шөпті бетіне себеміз. Кішкене қайнаған су қосып, қақпағын жабамыз. 1-2 минут жеткілікті. Мінекей таңғы ас дайын. Өте дәмді және де тойымды таңғы ас. Рецепт пайдалы болса, лайк, пікір қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.